Енді өңір бойынша желтоқсандағы ауа райына тоқталсақ, осы айда күн суытады. Түнде теңіз жағалауында ауа температурасы 12 градус аязға дейін жетсе, кей аудандарда -22 градусқа дейін төмендейді. Бүгінде аймақ ауа райын 13 арнайы станция, 4 теңіз гидрологиялық бекет және атмосфералық ауаның ластануын бақылайтын 7 пункт бар. Ауа райын бақылайтын станция заманауи қондырғылармен жабдықталған, яғни онлайн режимде жедел ақпаратты Қазгидрометке жібереді. В конце первой декады в связи с прохождением атмосферных фронтальных... Желтоқсан айының бірінші 10 күндігінде облыста жауын-шашын болады деп күтілуде. Ауа температурасы -5, -10 градус болса, солтүстік шығыста -15, -20 градус. Күндіз -5, ал облыстың солтүстігінде -10 градусқа дейін аяз болады. Өңірде алдағы бірнеше күн ауа райы суытып, аймақ Сібір антициклонының ықпалында болады дейді синоптиктер. Ауа температурасы -22-ге дейін төмендейді. Қатты дауыл соғып, жауын-шашын ықтималдығы аз. 10 желтоқсаннан бастап облыста жауын-шашын, қар, көктайғақ болады деп күтілуде. Облыстың кей аудандарында 2 градус жылы болса, кей аудандарында ауа температурасы -22 градус төмен болады. Айдың 3-ші 10 күндігінде сынап бағанасы -5-тен -15 градусқа дейін төмендейді. Ауа райыны болжамының мәлімдеуінше, одан кейін ауа температурасы жылынады.